Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен восточный пирогтың рецептісін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен ұн керек болады. Ұнды міндетті түрде ситодан өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Содан соң ертілген сары майымызды қосып аламыз. Бізде үй температурасында еріген сары май немесе микроволновкада ертіп алсаңыздар болады. Майды қатты еріп кетуі шарт емес. Содан соң қантымызды салып, оның үстіне бір дана жұмыртқамызды салып, жақсылап біркелкі болып басы біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыздың басы біріккенде осылай телефонға салып, холодильникке 20-30 минутқа салып қоятын боламыз. Содан соң ортасына салатын салмаларын дайындап алатын боламыз. Үйде қандай сухой фруктылар бар, солардың барлығын кесіп осылай майдалап турап салсаңыздар болады. Біздің үйде греческий жаңғақ болды. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Осыны осылай қатты ұсақтамай орташа көлемде турап аласыздар. Содан соң бізде өрік болды, қақталған өрік. Соны қостық. Мына жерде бізде 200 граммдай греческий жаңғақ кетті. 12 штуктай қақталған өрік. Өрікті де осылай 4-1 майда көлемдегі 4-1 етіп турап алдық. Видеода көріп тұрғандарыңыздай турап алсаңыздар болады. Немесе осының көлемінен кішкене үлкендеу етіп турап алсаңыздар болады. Біздің үйде қатырылған мейіз болған жоқ болғандықтан біз қосқан жоқпыз. Қызыл түсті мейіз болғандықтан сол түрін қостық. Сіздерде қандай түрі бар, сол түрінің барлығын осылай қосып алсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай осы түрінде кішкене бөлікке 4-1 етіп турап алатын боламыз. Содан соң жаңағы холодильнигімізде 30 минутқа тындырып тұрылған қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Немесе қолдарыңыздың көмегімен жайып алсаңыздар болады. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан оқтаумен жайып алдым. Содан соң жаңағы дайын болған қалыптың ішіне осылай орналастырып, шет-шетін дұрыстап жайып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бізде 28 сантиметрлік қалып болғандықтан осыған жақсылап орналастырып алдық. Міндетті түрде астын майлап алыңыздар. Ол піскен соң өте жақсы алынуы үшін. Міне дайын болған қамырымыздың үстіне жаңағы сухофруктыларымызды осылай ішіне жақсылап тұрып орналастырып алатын боламыз. Барлық ингредиенттерді мен описание бөлімінде жазып кететін боламын. Маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда жаңадан шығып жатқан рецепттер көп, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мен өзім алғаш рет жасасам да, осы пирог өте дәмді, өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Содан соң осылай қоюлатылған сүтімізді үстінен осылай құйып алып, қасықтың көмегімен жайлап жайып алатын боламыз. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пешімізде 40-45 минутта пісіріп алсаңыздар болады. Сіздерге ас болсын. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау